Қызылордада ішкі сауда нарық айналымына келіп түсетін өнімдерге тұрақты түрде зерттеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Оның ішінде тағам өнімдері үстем көп бөлігін құрайды. Облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті сынамалардың 20-ға жуық пайызы техникалық регламенттер талаптарына сай келмейтіндігін жеткізді. Облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментімен үстіміздегі жылдың 9 айында 103 сауда орнынан 1241 сынама сатып алынып, санитарлық эпидемиологиялық зертханалық зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сараптама жүргізуге іріктеп алынған өнімдердің қатарында сүт пен кондитерлік өнімдер, ұн және жарма өнімдері және алкогольсіз сусындар бар. Іріктеп алынған 1241 сынаманың 17,8% отандық өнімдер үлесінде, 52,2% кеден одағына мүше елдерінен өндірілген өнімдер, қалған 30% өзге елдерде өндірілген өнімдердің үлесінде. Осы іріктеп алынған 1241 өнімнің 18,9% техникалық регламент талаптарына сәйкес еместігі анықталды. Осы сәйкес келмеген өнімі бар 80 сауда орнына өнімдерді алып тастау жөнінде жеделден қою шаралары қойылды. Өнім сынамалары ұлттық сараптама орталығы Қызылорда облысы бойынша филиалымен жүргізілген. Бұл мекеме екі халықаралық стандарттарға сәйкес аккредитациядан өткен. Санитарлық гигиеналық зертханасында 6 бөлімше жұмыс жасайды. Ол жақта тағамдардың сынамалары микробиологиялық көрсеткіші бойынша зерттеледі, ал ойыншықтар физикалық факторлары мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша тексеруден өтеді. Полимерлік және басқа да химиялық заттар токсикологиясына балалар ойыншықтары, балалар ойындары, балаларға арналған тауарлар, өнеркәсіп және текстильді тауарлары, құрылыс материалдары, тұрмыстық химия заттары, парфюмерлік косметикалық бұйымдар және де жеке қорғаныс құралдары зерттеуге жеткізіледі. 315 сынаманың 160-нан сәйкестік анықталды. Бұл көбінесе таңбалануы бойынша балалар ойыншықтарының сыртқы пішіні, үшкірлі кездесуі, бұлар әрине балалардың денсаулығына қауіптілік төндіреді. Кеден одағы техникалық регламенттер талаптарына сәйкес келмеген өнімдер бойынша 80 сауда объектісіне тауарды алып қою және өткізуден кері қайтарып алу туралы жедел ден қою шараларын қолдану туралы қаулы рәсімделсе, жалпы құны 979 мың теңгені құрайтын 200-ден астам келі тағам өнімдері сатылымнан алынып тасталды. Сонымен қатар таңбалану бойынша сәйкес келмеген 100 дана ойыншық сауда сөрелерінен алынды. СЭС мамандары алдағы уақытта да өнімдер сапасын тұрақты бақылауда ұстамақ. Нұрғайлаұлы, Бақытжан Ахметов, Жасұлан Бақытбекұлы, 77 News.